Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен кезекті подкастта кездесіп отырмыз. Сәлем балалар. Сәлем. Бүгін біздің көтеретін тақырыбымыз өте маңызды. Біз бүгін сөз жайлы айтатын боламыз, қыздар. Жалпы сөз дегеніміз ол жай ғана дыбыс емес. Сөз деген ол біздің жүрегімізден шығатын хабар. Егер де біздің жүрегімізде махаббат болса, мейірім болатын болса, егер де біздің жүрегімізде барлық адамзатқа деген бір жақсылық болатын болса, біздің сөзімізден сондай керемет, то есть аузымыздан сондай бір керемет сөздер шығады екен. Неге? Өйткені адамның жүрегінде, қыздар, қандай да нәрсе толы болатын болса, сол сөз арқылы шығады екен. Егер де адамның жүрегінде мейірім болса, онда адамдарға тек қана мейірімді сөздер шығады. Ал егер де адамның жүрегі ренішке, қорқынышқа, көреалмаушылыққа, жамандыққа толы болатын болса, онда оның аузынан да сондай бір жағымсыз сөздер шығады екен. Жалпы жақсы сөз дегеніміз ол адамның жүрегін жайқалтып, адамға қуаныш сыйлайтын сөздер болады екен, және керісінше адамдарды ренжітетін, адамның жүрегінде жаман із қалдыратын сондай да сөздер болады екен. Сондықтан, қыздар, біз барлық сөздерімізді абайлап сөйлеуіміз керек екен. Тіпті егер де сөзімізді жақсы сөз айтылмасақ, онда үндемей қалғанымыз дұрыс болады екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бүйтіп айтқан екен: сөзде сиқыр бар дейді. Орысша айтқанда бұл колдовство емес, бұл волшебство. Яғни сіз бір қандай да жақсы сөз айтатын болсаңыз, адамның жүрегі не істейді екен? Жадырап, қуанып, ол бір күшті нәрселерге ұмтылып, мен де жақсылық жасағым келеді, сен мені қуанттың, сен маған күшті бір ой салдың деген секілді, ол оның бойында сондай бір жақсылыққа деген құмарлық пайда болады екен. Ал егер де біздің аузымыздан жаман сөздер шығатын болса, ол адамның жүрегін не істейді? Ауыртуы әбден мүмкін екен. Сіздерге бір оқиға айтып берейін. Бірде бір қария болады екен. Ол қария сондай бір дана кісі болған екен, және оған көп шәкірттер келеді екен. Бір күні екі шәкірті ойнап жүріп, бір-бірін ренжітіп қояды. Жаман сөздер айтады бір-біріне. Яғни, сен жамансың деген сөзді айтып айыптайды екен. Сонда ана бала жылап келеді екен да, бана дана несіне ұстазына айтады екен: ұстазым, мені досым қатты ренжітті, ол маған сен жамансың деп айтты дейді. Сол кезде ана ата үндемейді екен да, жаман сөз айтқан баланы үйіне шақырады екен. Сонда үйіне шақырып келіп айтады екен: міне саған жастық дейді. Осы жастықты енді сыртынан қайшымен кескілеп тасташы дейді. Сонда ана бала түсінбесе де, ұстазының айтқанын жасап, ана жастықты кескен кезде ішіндегі жүндері түтіліп, жан жаққа шашылып кетеді. Сонда ата айтады екен: ұстаздары, енді мына тұрған жүндердің барлығын жинап бір жерге біріктір дейді. Ана бала біріктіре алмайды. Неге? Өйткені жастықтың сыртындағы тысын ол не істеп тастады? Кескілеп тастады. Сонда айтады: көрдің ба дейді, егер де сен бір адамға оған ұнамайтын, оның жүрегін ауыртатын сөз айтатын болсаң, ол сыртынан көрінбегенмен де, бірақ оның жүрегінде үлкен дақ із қалдырады дейді. Сонда ана бала айтады екен: мен түсіндім, ұстазым. Шын мәнінде біз адамдарға жаман сөз айтпауымыз керек екен. Біз не істеуіміз керек дейді? Мен қазір барамда өзімнің досымнан кешірім сұраймын деп, барып досынан кешірім сұраған екен. Ал сіздер жалпы кешірім сұрау, рахмет айту деген сөздерге қалай қарайсыздар? Жақсы, қараймын. Жиі айтасыз ба ондай сөздерді? Иә. Қандай кезде сіз рахмет айтасыз және кімге рахмет айтасыз? Егер маған досым көмектессе, маған жылы сөздерді айтса, мен оған рахмет айтамын. Керемет. Сіз ше? Маған апай, досым, анам, әпкем айтса, мен ақылдым, білімдім, маған ұнайды. Сізге ұнайды, қандай керемет. Ал егер де сізге анаңыз мысалға кешке жақын сіздерге ас дайындап берсе, дастархан жайса, сіздер қандай сөз айтасыздар? Рахмет деп айтасыздар. Өте тамаша. Ал егер де мысалы сіз құрбыңызбен кетіп бара жатсыз, ол жерде тек қана бір адам жүретін бір жол бар. Сонда құрбыңыз шетіне тұрып, сізге жол берсе,
Қандай сөздер айтасыздар? Үлкен рахмет. Үлкен рахмет, алғыс білдіресіздер, солай ғой? Иә. Тамаша. Енді жалпы сіздермен кішкене сөйлесейікші. Сіздерге қандай сөздер айтқан ұнайды? Сіз қандай сөздерді естіген кезде қуаныш жүрегіңізді кернеп, сондай бір өмірге деген құштарлығыңыз ашылып, күшті бір нәрселер жасағыңыз келетін кезде сіз қандай сөздерді естігенде осындай күйге түсесіздер? Дария? Маған сен ақылдысың, сен өте, сен 5-ке оқисың, қол көтересің, өте жақсы. Сабақ айтқанда қол көтересің. Иә, қазақша өте жақсы сөйлейсің. Маған айтады сол. Яғни сізге осындай сөздер айтқанда сіз одан да көп қазақша сөйлеп, одан да күнделікті қолыңызды көтеріп сабақ айтқыңыз келіп кете ма? Иә. Қандай тамаша. Яғни бұл сөздер сізге мотивация сыйлайды ғой? Иә. Қандай тамаша. Керемет. Дария, сіздің біліміңіз күн санап артып келе жатыр. Сіз өте ақылды болып келе жатсыз. Әрбір сыныпқа барған сайын, мектептегі әрбір күніңіз сізге одан да көп білім береді. Сізге одан да көп әдеп сыйлайды. Сіз онда осы әдебіңіз бен біліміңіз күн санап арта береді. Рахмет. Сізге қандай сөздер ұнайды? Маған сен ақылдысың, мейірімдісің, кереметсің, көйлегің әдемі дегенде мен қуанамын. Вау. Яғни сіздің қандай да бір жетістіктеріңізді айтқан кезде сізге бұл қуаныш сыйлайды, солай ғой? Қандай керемет. Өзіңіз сіз жиі айтасыз ба осындай сөздерді басқаларға? Мысалға, анам, қандай киіміңіз әдемі болып тұр, бүгін сіз жұмысқа сондай сұлу болып кетіп барасыз деген сөздер бола ма сізде? Иә. Қалай айтасыз? Мама, сенің киімі әдемі, сенің бетің өте әдемі бүгін. Өте тамаша. Ал сіз анаңызға қандай комплимент айтасыз? Сен өте жақсысың, сен мейірімдісің, әдемі, сіздің көйлегіңіз өте әдемі, сіздің духи өте әдемі естіпті. Тамаша. Иісі сондай керемет деп айтасыз ба? Иә. Қандай күшті. Не деген, қараңыздаршы, бұл не нәрсенің көрінісі? Бұл сіздердің жүректеріңізде сондай бір жақсылықтың нышаны бар екен, мейірім бар екенін көрсетеді. Енді сіздермен бүгін жалпы қарап отырсақ, негізі қыздар, біз кейде бір жерге барған кезде, біреуді құттықтаған кезде, біз ойлаймыз ғой, сыйлық апару керек деп, иә? Неше түрлі сыйлықтар жасауымыз мүмкін. Мысалы, киім ретінде сыйлық береміз, шоколад ретінде сыйлық береміз деген секілді. Ойыншық беруіміз мүмкін сыйлыққа. Ал одан бөлек сөзді де сыйға тартуға болады екен. Иә. Мысалға, бір туған күнге барған кезде біз оларға не істейміз? Жақсы бір тілек айтамыз. Немесе бір жас отбасылар шаңырақ көтерген кезде тілек айтамыз. Одан бөлек біз үлкен кісілерден де осындай жақсы тілекті өзімізге де сұрауымыз керек екен. Мысалға, сіздер таңертең мектепке жиналып жатқан кезде аналарыңызға барып, анашым, маған жақсы тілек айтыңызшы, аналық батаңызды беріңізші десеңіз, тіпті сөздің қандай құдіреті бар екен? Сөздің құдіреті оны біз ойымызды сөзге құрастырған кезде ол дұғаға айналады екен. Сондықтан егер де сіздер анаңызға, анашым, мен үшін дұға жасаңызшы, маған тілек тілеңізші, маған бата беріңізші дейтін болсаңыз, анаңыздың сізге жасаған дұғасы, тілегі ол қабыл болады екен. Өйткені пайғамбарымыз айтқан екен, ананың баласына жасаған дұғасы қайтарылмайды деп айтқан екен. Сондықтан біз осындай дұғаны өзімізде басқаларға тілеуіміз керек, және өзгелерден де, мысалға, үлкен адамды көргенде, апаңызбен мысалға кездескен кезде, немесе анаңызбен таңертең мектеп алдында қоштасқан кезде, анаңыздан осындай жақсы тілек алсаңыз, сіздің күніңіз берекелі болады екен, және өміріңіз берекелі болады екен. Білдіңіздер ма сондайды? Иә. Хорошо. Ал енді Камиля, Дария, біз енді сөздер сыйлық болады деп айттық қой. Енді біз қандай сөздер сыйлық болатынын жалпы қазір сіздермен талдап көрейікші. Өйткені мысалға кейде бір адамдардың ойы ұшқыр болуы мүмкін, ол неше түрлі күшті сөздер таба алуы мүмкін. Ал кейбір адамдар, олар күшті сөздердің
мысалға санын білмеу керек. Олар білмеу мүмкін. Олар мысалы тек қана жарайсың, сен жақсысың, кереметсің деп қана қысқа қайыру мүмкін. Бірақ қандай сөздер бар? Сол сөздерді қазір мен айтайын, сіздер естеріңізге сақтаңыздар және осы сөздерді үнемі айтып жүріңіздер. Өзіңізге болсын және өзгеге болсын. Келістік па? Иә. Мгм. Сенің қолыңнан көп нәрсе келеді. Қуанта ма бұндай сөз сіздерді? Жақсы. Сен көп жерде тырысып жатсың және сенің тырысып жатқаныңды мен байқап тұрмын деп айтса, бұл сөз сізді жақсы бір жақсылықтарға ұмтылуға сізге себеп бола ма? Мгм. Жақсы. Ал қателесу бұл үйренудің басы. Сен қателеспедің, сен тек қана үйрендің деген сөз. Сізге мысалға бір сабағыңызды оқи алмай жатқан кезде, немесе бір қателік жасап қойған кезде, бұл сөз сізге жүрегіңізге тыныштық сыйлай ма? Иә. Әрине. Вот, Дария, сіздің ойыңыз мен үшін маңызды деп сізге біреу айтатын болса, сіз өзіңізді сондай бір құнды санайсыз ба? Иә. Осындай сөздерді біз көбірек айтуымыз керек екен. Немесе сен қазір көңілің түсіп тұр, мен сенің жаныңдамын, мен сені қолдаймын деп айтатын болса, бұл сізге бағанағыдай тыныштық сыйлай ма? Иә. Өте тамаша. Дария, сен жалғыз емессің, мен үнемі сенің жаныңдамын, саған қандай да көмек керек болатын болса, маған айтсаң болады десе, сол адам сізге жақын досқа айналуы мүмкін ба? Иә. Конечно. Сіз бір жақсылық жасаған кезде сізге адамдар келіп, сен сондай мейірімдісің, Камиля десе, сізге бұндай жақсылықтарды тағы да қайталауға бұл сөз мотивация бере ма? Иә. Өте тамаша. Сіз бір жарыстың алдында, Дария, сізге келіп, Дария, сен батылсың, сен осы жарыста міндетті түрде жеңіске жетесің деп айтатын болса, ол сізге күш қуат бере ма? Өте күш береді. Өйткені ол сөз маған өте маңызды емен. Жеңемін. Сіз жеңетіңізге сенесіз, иә? Иә. Мен де сенемін. Ал қараңыз, ал егер де сіз бір жарысқа қатыстыңыз, бірақ жеңіліп қалдыңыз. Ол ешкімге ұнамайды, өйткені мен қатыстым ғой, ол керек бізге. Яғни сіздің қатысқаныңыздың өзі жеңіс қой. Иә. Тамаша, қандай күшті. Яғни біз балаларға айтайықшы, сіз қандай да бір жарысқа қатысатын болсаңыз, сіздің жеңісіңіз маңызды емес, сіздің қатысуыңыз маңызды. Солай ма, қыздар? Иә. А сіздерде болды ма өмірлеріңізде бір жарысқа қатысып, бірақ оған бір жеңіске жете алмаған кездеріңіз болды ма? Иә. Аха. Ол кезде қандай өздеріңізді қалай қолдадыңыздар? Және анаңыз сіздерді қалай қолдады? Ешкімге қылмайды. Сондай жарыстар тағы да болады. Тағы да болады бұндай жарыс. Бұл сенің өміріңдегі соңғы жарыс емес деп айтылды ма? Иә. Қандай тамаша. Және ол көңілдеріңізді түсірмеді ондай сөздер. Көрдіңіз ба, бұл сөздің өзінде не бар екен? Бағанағы пайғамбарымыз айтқан сиқыр бар екен. Өйткені ол сөздер не істеді? Сіздерді сол уақытта қолдады. Сіздердің еңсеңізді түсірген жоқ. Өте тамаша. Ал сізге, мысалы, Камиля, мен келіп айтсам, Камиля, сіз бар жақсыға лайықсыз дейтін болсам, ол сөз сізге қалай әсер етеді? Жақсы әсер етеді. Сіз өзіңізді қалай сезінесіз осындайда? Күшті сезінемін. Еркін сезінесіз өзіңізді, иә? Яғни сіздер болашаққа деген бір сенімділік пайда болады, солай ғой? Иә. Тамаша. Ал сізге келіп, мысалға, Дария, мен қорықсаң да әрекет етіп көр деп айтатын болсам, сіз бір істі жасауға қорқып тұрған кезде бұл сізге сенімділік бере ма? Иә. Тамаша. Өте жақсы. Ал мен сізге айтсам, Камиля, сіздің жасаған жақсылығыңыз өзіңізге міндетті түрде қайтады дейтін болсам, сіз сол жақсылықты одан да көп жасауға ұмтыласыз ба? Әрине. Әрине ұмтыласыз. Яғни, егерде мысалға, Дария, егерде сізге досыңыз келіп, Дария, сен сондай жақсы доссың дейтін болса, сіз оған қалай қайтарар едіңіз осы жақсы сөзін? Маған өте ұнады мынау сөз. И өте маңызды ол сөз маған. Сен де менің жақсы досымсың деп айтуға себеп бола ма бұл сөздері? Иә. Я, тамаша. Ал егерде сізге келіп, мысалы, мұғаліміңіз, немесе анаңыз, немесе тренеріңіз, мысалы, мен саған сенемін дейтін болса,
Сіз қандай сезімде боласыз? Еркін сезім. Еркін сезінесіз өзіңізді, иә? Өзіңізге сенімділік келеді, солай ғой? Иә. Тамаша. Ал енді қараңыздаршы, біз сіздермен біраз жақсы сөздерді, жүрекке қуаныш сыйлайтын сөздерді айттық. Естеріңізде қалды ма? Иә. Тамаша. Енді мен сіздерге бір сөздер айтамын. Егер де ол сөзде жақсы болатын болса, сіз онда маған жүрек көрсетесіз. Былай көрсетсеңіз болады, немесе былай көрсетсеңіз болады. Қайсысын таңдайсыз? Былай. Тамаша. Ал егер де мен бір сөз айтатын болсам, ол сөз жаман сөз болатын болса, онда былай көрсетсеңіздер болады, немесе бастарыңызды шайқасаңыздар болады. Келістік па? Иә. Ал келістік онда. Рахмет. Тамаша. Сен ақмақсың. Кешірші. Ой. Маған бәрібір. Сенің қолыңнан келмейді. Сен сондай сараңсың. Мен сенімен мақтанамын. Маған сенің бар болғаның үлкен сенімділік сыйлайды. Жынды. Сіздер бұндай сөздерді жиі естисіздер ма? Иә. Қай жерде естисіздер? Мектепте. Мектепте? Сіздер бұл сөздерді естисіздер ма, әлде айтасыздар ма? Естиміз. Естисіздер. Ал өздеріңіздің сөз қорларыңызда бұндай сөз бар ма? Жоқ. Неге бұндай сөз жоқ сіздердің сөз қорларыңызда? Өйткені жаман сөздер ол жаман сөздер. Жаман сөздер ол жаман сөздер болып табылады. Өйткені біз жаман сөздер айтсақ, біздің жүрегіміз Қара болады. қара болады. Тамаша, осыған байланысты онда біз бір эксперимент жасап көрейікші қазір, жақсы ма? Енді бағана сіз жүректің жақсы немесе жаман нәрсеге толғаны туралы айттыңыз. Осыған байланысты бір эксперимент жасайық. Білесіздер ма? Осыдан біраз уақыт бұрын жапондық бір зерттеуші ғалым суды алған екен да, және су өзіне ақпаратты сақтайтынын дәлелдеген екен. Яғни өте көптеген зерттеу жұмыстарын жасау арқылы. Енді біздің қолымызда 2 стакан су тұр. Біз қазір бұл бір стаканға өзіміз естіп жүрген, бұрын айтқан, кейін қойып кеткен болса да, бірақ бұрын айтылған сөздер болатын болса, жаман сөздер болатын болса, сол жаман сөздерді айтамыз. Ал мына стаканға біз тек қана жақсы сөздерді айтамыз. Келістік па? Ал келістік. Онда Камиля бастайды. Сен әдемі емессің. Сенің қолынан келмейді. Сен өте баяусың. Сен жындысың. Сен ақмақсың. Сен еркесің. Сенің қолына келмейді ештеңке. Мен саған сенбеймін. Сен тәртіпсізсің. Сен әдепсізсің. Сен ешқашан ешқандай жетістікке жетпейсің. Сен сабақты оқи алмайсың. Хорошо. Ал кеттік енді келесі стаканға тек қана жақсы сөздер, өзіміз естігіміз келген, немесе бізге айтып жүрген жақсы сөздерді жинаймыз. Сенің шашың бүгін өте әдемі. Сен сондай сымбаттысың. Сен өте сұлусың. Сенің көйлегі саған жарасып тұр. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Сен бүгін өте жақсы сабақты оқып тұрсың. Сен өте жақсы тырысып тұрсың. Сенің болашағың жарқын, өзіңе сен. Сен жазуың өте әдемі болып тұр. Сен өте кереметсің. Сен бар жақсыға лайықсың. Енді қараңыздар, бізде не істедік? Біз мынаған тек қана жаман сөздер айттық. Яғни бұның ішіндегі, судың ішіндегі кристалдар не істеді? Сондай қисық-қисық, құбыжық секілді неше түрлі фигуралар құрды. Яғни бұл стакандағы судың құрамы өзгерді. Бұны ішкен кезде бұл жерде ешқандай денсаулыққа пайдалы нәрсе жоқ. Ал мына стаканға біз жақсы сөздердің барлығын жинағаннан кейін бұл жердегі кристалдар өте әдемі фигуралар түзеді. Өзіне сондай жақсы бір сөздердің ұлылығын не істеді? Жинап алды және сондай адамның денесіне пайдалы болды. Енді осы 2 судың қайсысын ішер едіңіздер? Мынау. Мынау. Әрине, неге?
Өйткені мына жерде бәрі жақсы сөз, а мына жерде ең жаман сөз. Өйткені біз мынаны таңдаймыз. Әрине. Қараңыздар, біз адамның бойында өте көптеген біздің бойымызда біз судан тұрамыз. Өйткені біз су көп ішеміз, біздің қанымызда су бар. Яғни біздің денеміз де осы стакандағы су секілді өзінде су көп ұстайды екен. Енді қараңыздаршы, біз егерде жаман сөздерді үнемі айтатын болсақ, еститін болсақ, айналамызға тарататын болсақ, онда біздің жүрегіміз де не істейді екен? Мына стакандағы су секілді жаман кристалл құрып, сондай не істейді екен? Қап-қара болады екен. Және ондай жүректен бағана біз басында айтқанымыздай жақсы сөз шықпайды. Ал егерде біз жүрегімізді жақсы сөздермен ғана толтыратын болсақ, біздің денеміз де не болады екен? Сау болады екен. Және біздің тұлғамыз да сондай сымбатты болады екен. Иә, солай ғой. Яғни біз тек қана жақсы сөздер айтатын боламыз ба, әлде жаман сөздерге кейде айтуға бола ма екен? Жақсы сөздер айтады. Жақсы сөздер. Өйткені жаман сөзді мен кейде ғана айтам ғой, бір-екі қана сөз айттым ғой дейтін болсаңыз, сіз просто үйреніп қаласыз. Яғни біз бір жаман сөзді үйреніп қалсақ, онда біз бір аптадан кейін оны тағы қайталауымыз мүмкін. Үшінші рет мысалы біз оны 4 күннен кейін қайталауымыз мүмкін. Келесі рет мысалға 1 күннен кейін қайталауымыз мүмкін. Солай біз өзіміз сезбей, ол жүрегіміз сөздер не істейді екен, біздің әдетімізге айналып кетуі мүмкін екен. Сондықтан біз барынша жақсы сөздер айтуға тырысуымыз керек. Келістік па? Иә. Келістік. Ал енді осыған байланысты қыздар, мен сіздермен жалпы осы үлкен адамдармен қалай сөйлесу керек екенін сөйлескім келеді. Жалпы үлкен адамдармен біз қалай сөйлесеміз, Камиля? Біз үлкен адамдармен сөйлескенде біз оларға дауысты көтермеуіміз керек. Көтермейміз, яға. Сіз деп сөйлеуіміз керек. Сіз деп сөйлейміз, тағы да. Оларды Мысалы, екі үлкен кісі сөйлесіп отырса, ортасына кіріп, тұра тұршы, мен мынаны айтайыншы десек, қалай болады? жаман болады. Ол әдепсіздік ол. Иә. Ал сіз қалай ойлайсыз? Үлкен адамдармен біз қалай сөйлескеніміз дұрыс? Сіз әдемі сөйлеуіміз керек. Әдемі сөйлеуіміз керек. Жаман жақсы сөздеріміз айту керек. И оларды ренжітпеуіміз керек. Мысалы, сізге бір үлкен адам келіп, мұғаліміңіз, тренеріңіз немесе анаңыз келіп, Дария, сіз осылай жасай аласыз ба деп бір өтініш жасса, сіз мысалға, қойшы, мен жасағым келмейді, неге мен оны жасауым керек, анау жасасын деп айтатын болсақ? Айтпаймын. Неге? Өйткені ол жаман болады. Біз Қарсы шығу болған секілді. Мен айтам, жарайды, мен істеп көрейін. Менде шықпаса, мен істеймін оны. Яғни менде жақсы шықса, мен істеп беремін, ал жақсы шықпаса, онда мен қолымнан келмеді деп шын айтасыз, иә? Қандай керемет. Не деген ақылдысыз, Дария? Мен сізбен мақтанамын. Сіздің ойыңыз сондай ұшқыр екен. Фантазияңыз сондай керемет. Жақсы. Енді осыған байланысты пайғамбарымыз былай айтқан екен. Үлкенді құрметтемеген бізден емес дейді. Яғни пайғамбарымыздың әдетінде үлкен адамды құрметтемеу деген нәрсе болмаған екен. Ал енді біз пайғамбарымыздың артынан ергендіктен біз не істейміз? Үлкен адамды құрметтейміз, сөзін бөлмейміз, оған сіз деп сөйлейміз, және қандай да бір өтініш жасайтын болса, барынша қолымыздан келгенше жасап көруге тырысамыз. Солай ғой? Иә. Тамаша. Нәрістаз, білесіз ба, бар сондай жұмбақ, жақсыдан үйрен, жамандан жирен. Тамаша, бірақ бұл жұмбақ па, мақал ма? Да, мақал. Қандай тамаша. Бұны сіз қайдан естідіңіз? Мектепте. Яғни біз пайғамбарымыз жақсы адам болғандықтан, біз пайғамбарымыздан үйренеміз ғой, солай айтқыңыз келе ма? Иә. Тамаша. Есіме салғаныңызға, осындай бір маған насихат жасағаныңызға көп рахмет. Мен бұны есте сақтайтын болам. Рахмет.
Жақсы, енді қараңыздар, біз жалпы сөздің құдіреті жайлы сөйлестік, я? Үлкен адамдармен қалай сөйлеу керек екенін сөйлестік. Ал енді достармен қалай сөйлесеміз? Соны бақылап көрейікші. Жалпы, қазір біз достарымызбен, мысалға, ол дос қой, ештеңке қылмайды, оған мен не ойлап тұрмын, соны айта салам дейтін болсақ, біз достығымызды сақтай аламыз ба? Жоқ. Әрине, ол жерде не істейді екен? Бізде достық құриды екен. Өйткені сіз бір күні бір сөз айтасыз, оған ұнамайтын, ол жарайды деп қабылдау мүмкін. Тағы да бір екінші күні айтасыз, ол тағы да жарайды деп қабылдау мүмкін. Ал бір күні ол айтады, неге сен мені үнемі ренжіте бересің? Деп екеуіңіздің араңызда достық не істеуі мүмкін? Құрып кетуі мүмкін. Әрине. Енді осыған байланысты мен сіздермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Бұл ойынның аты басқаша айт деген сөз. Яғни мен сізге қазір бір сөздерді айтамын. Олай да сөйлесуге болады, бірақ ондай сөздердің түбі не істейді? Жүректердің бір-бірінен алшақтауын алып келеді. Ал сіздер оны басқаша айтып, не істеуіңіз мүмкін? Керісінше жүректерді бір-біріне жақындастырыңыздар. Келістік па? Жақсы. Онда бір сөйлеммен ғана айтыңыздар. Келістік па? Сен дұрыс істемедің. Мүмкін біз басқаша жасап көрсекші. Тамаша, мүмкін басқаша жасап көрсекші. Яғни ол жерде не істеу? Жұмылып, бір командаға айналып, басқа бір жолдарын іздеп көруді меңзеп тұрсыз. Солай ғой? Тамаша. Ал бер маған десем? Бер маған. Мен сізге келіп, бер маған мынаны деп тартып алсамшы. Сіз қандай сөзбен маған қайтарасыз? Беріп жібере аласың ба, өтінемін? Яғни өтініш жасауға болады, я? Тамаша. Яғни талап деген ол не істейді? Үнемі біреуден талап ете беретін болсаңыз, ол неге мен кешке дейін істей беруім керек деп ренжуі мүмкін, я? Ал егерде сіз өтініш айтсаңыз, ол басқаша. Жақсы. Сізбен маған мынау ұнамайды. Мынау зат маған жараспай тұр. Тамаша. Өте жақсы. Ал енді қыздар, осы жерде біз бір кішкене көңілімізді көтеретін бір ойын ойнап жүрейік. Ол ойын үшін бізге екі ыдыстағы доптар керек болады. Қыздар, бізде екі ыдыста доптар жиналған. Мына ыдыста бізде ақ доптар, мына ыдыста бізде сары доптар. Біз жаңадан бері сіздермен жақсы сөз сөйлеуді үйреніп жатырмыз. Яғни еске салып жатырмыз кейбір жерлерінде, я? Сондықтан адам қай кезде жаман сөз сөйлеуі мүмкін. Мысалға, біреумен тіл табыса алмай қалған кезде, адам қатты ашуланған кезде өзін ұстай алмай, жаман сөздер айтып жіберуі мүмкін, я? Немесе бір асығып тұрған кезде, тағы да мысалы асығыстан ол ойланбай жаман сөздер айтып жіберуі мүмкін. Енді бұндай жаман сөздерді айтып жіберу кейде адам сондай бір стрессовый жағдайға түскен кезде болып қалады екен. Енді біз сіздерге сондай бір қолдан жасалған бір стрессовый жағдайды тудырамыз. Мына жақта екі доптарды сіздер не істеуіңіз керек? Бір мезетте ақ доптарды сары доптар жатқан ыдысқа салу керек, ал сары доптарды ақ доптар жатқан ыдысқа салу керек. Және осыны салып отырып, ең жақсы деген сөздерді айту керек. Яғни сол кезде сіздің ойыңыздың ұшқырлығын, қандай да бір қиын жағдайда тұрсаңыз да, тек қана жақсы сөзді айтып үйренуге сондай бір керемет тәсіл. Бастаймыз ба? Иә. Камиля, сізден бастайық. Мен сіздің алдыңызға қоям. Сіз тез бірден сөздерді, мысалы, бүйтіп ойланып тұрып қалмау керек. Бірден салу керек те сөздерді бір уақытта айту керек. Келістік па? Иә. 1, 2, 3. Сен әдемісің, сен кереметсің, сенің түсің әдемі, сен өте ақылдысың, саған көйлек жарасып тұр, сен өте күшті футболда ойнап тұрсың, сенің компьютерің күшті, сенің үйің өте тамаша, сенің білім өте терең. Осы жерден тоқтатсам бола ма? Сіз бағана сары мен сарыны мына жаққа салып жібердіңіз. Онда бұл да үлкен жетістік. Барынша тырысқаныңызға көп рахмет. Онда келесі жолды Дарияға берейік. Дария, сізге қазір мынаның барлығын алып тастайық. Бірақ сіз өте керемет тырыстыңыз. Ал, дайынсыз ба? 1, 2, 3. Сен тәртіптісің, сен білімдісің, сен сабақты өте жақсы оқисың, футболды жақсы оқисың,
сен өте әдемісің, сен өте мейірімдісің, сен өте сұлусың, сенің жағдай өте жақсы, сенің жазуы өте әдемі, сен өте ақылдысың, сен өте маған ең жақын досысың, сен маған ұнайсың, сен жазуың апай сияқты, сенің денің өте әдемі. Екеу салып жүрдіңіз. Мынау болды. Енді мен дұрыс көрейін. Қолымнан келе ме екен көрейін. Ал, нанышқа салып көрейік. Сіздер ұзақ уақытқа дейін сондай бір керемет жүріп келдіңіздер. Енді ол менің қолымнан келе ма? Байқап көрейік. Мен сенімен мақтанамын. Сен үнемі мені қуантасың. Көрдіңіздер ма? Сіздер маған қарағанда әлде қайда жолдарыңыз ұзақ болды. Мен тез жеңіліп қалдым. Сондықтан сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймын. Рахмет. Бірақ есіңге қалмайды, сіз де жеңдіңіз. Әрине, мен де көңілімді түсірмеуге тырысамын. Көп рахмет. Жалпы қыздар, жақсы сөздің ең ұлысы бұл рахмет айту, Құдайға шүкір ету. Яғни адамдарға рахмет айтсаңыз, ол міндетті түрде сіздің шүкіршіл құл екеніңізді көрсетеді. Өйткені пайғамбарымыз осыған байланысты не деп айтты? Адамдарға рахмет айтпаған адам, ол Құдайға да шүкір етпейді дейді. Егер де сіздерде адамға рахмет айту, адамды құрметтеу, адамдармен жақсы мәміле құру деген нәрсе болатын болса, сіздің Құдаймен де қарым-қатынасыңыз сондай жақсы болады. Өйткені сіз Құдайға шүкір ете алатын боласыз. Сіз Құдай жайлы тек қана жақсы ойда боласыз. Және қандай нәрсе болмаса да, сіз тек қана Құдайдан сұрайтын боласыз. Сондықтан осы рахмет сөзі біздің ең басты сөзімізге басқа адамдармен араласқанда ең басты сөзімізге айналуы дұрыс екен. Бірақ дегенмен де одан бұрын тұратын нәрсе бұл сәлемдесу, иә. Өйткені қазақ аталарымызда айтқан, иә, сөздің атасы бұл сәлем беру дейді. Яғни осында өйткені пайғамбарымыз айтады ғой, жәннаттағы адамдардың бір-бірімен сөйлесетін сөзі сәлем болады дейді. Сондықтан сәлем айтып бастасақ, адамдарға рахмет айтатын болсақ, онда әдептің басы сол екен. Енді қыздар, мен сіздерге бір кішкентай тапсырма бергім келеді. Біз бүгін сондай бір үшеуміз бір-бірімізге уәде берейікші. Мен жақын арада бүгін кешке дейін сондай бір адамға жақсы бір сөз айтам. Мүмкін біреуге хабарласып қолдайтын шығарсыз. Мүмкін үйге барған кезде анаңызға бір комплимент айтатын шығарсыз. Мүмкін көршіңізбен амандасып оған бір жақсылық тілейтін шығарсыз. Кім қандай тапсырма алады? Мен мысалға біз бүгін тәуелсіздік күні, бүгін 16 желтоқсанда біз осы эфирді түсіріп отырмыз. Сіздерді тағы да тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Сіздерден кейін мен қазір құрбыма барам. Сондықтан менің алатын тапсырмам, мен қазір құрбыма барып, құрбымды осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтайтын болам. Ал сіз қандай тапсырма аласыз? Тағы да айтыңызшы, қандай тапсырма бар? Қандай тапсырма бар? Мысалға, көршімен амандасу, немесе анаңызға комплимент айту, немесе апаңызға хабарласып, мерекемен құттықтау деген секілді, иә? Давай. Мен анама жылы сөздер айтам. Жылы сөздер айтасыз. Өте тамаша. Сіз қандай тапсырма аласыз? Анамға комплимент. Анаңызға комплимент айтасыз. Ал сіздің комплиментіңіз, қандай комплимент айтқыңыз келеді? Ана, сенің исің өте әдемі. Тамаша. Ал енді сіздермен жалпы қоштаспас бұрын мен мынандай бір оқиға эксперимент көрсеткім келеді. Қараңыздаршы, біз бағана айттық, иә, адамның жүрегі жақсылыққа толы болатын болса, оның аузынан тек қана жақсы сөздер шығады деп айттық, солай ғой. Енді қараңыздар, мен қазір бір нені аламда, мандаринді аламда, оны аршимын. Және бұл мандаринді мен қазір адамның жақсы сөздеріне теңеймін. Қараңыздар, мысалға адам бір көралмаушылықты, немесе біреуге деген сондай бір ашу-ызаны, немесе ренішті алып тастап,
жүрегінің түбімен ол адамға жақсылық тілейтін болса, онда ол адамның жүрегіне не істейді екен бұл сөздер? Жақсы болып кетеді. Түбіне түседі екен, яғни жүрегіне жетеді екен. Ал егерде мен адамға бір жақсы сөз айтып тұрсам да, бірақ оның артында реніш болса, оның артында көреалмаушылық болса, оның артында ол адамды жек көру тұрса, бірақ сонда да мен оны шынайы емес, былай, сен жақсысың деп қана өстіп айтатын болсам, және сондай сөздерді сақтап отырып, біз салып жүретін болсақ, ол адамның жүрегіне жете ма? Жоқ, қараңыздан төбесіне шығып кетті. Яғни егерде біздің сөздеріміз шынайы болмаса, жүректен шықпайтын болса, ол не істейді екен? Ол адамның жүрегінің түбіне жетпейді. Ол адамға сенім бермейді, ол адамға шынайылық сыйламайды. Сондықтан біз сөзімізді айтатын кезде адамның жүрегіне түсу үшін не істеуіміз керек? Жамандықтардан, көреалмаушылықтан, ренжуден өзіміздің сөздерімізді аршып, тазалап алуымыз керек екен. Келістік? Иә. Ондай болса, осы жерде біз бүгінгі эфирімізді аяқтап, және жақсы бір дұғамен бітірейік. Я Алла Тағала, сен өте мейірімдісің. Сен өте мейірімдісің. Біздің дұғаларымызды қабыл етесің. Дұғаларымыз қабыл Етесің. Біздің аузымызға тек қана көркем сөздер салшы. Біздің аузымызға ең жақсы сөздерді ақыл етеші. Әрине, біздің жүрегімізді тазартшы. Біздің жүрегімізді тазартшы. Бізді шынайы ет. Бізді шынайы ет. Бізге әдеп бер. Бізді әдеп бер. Біз ешкімді ренжітпейік. Біз ешкімді ренжітпейік. Және біздің жүрегіміз таза болсын. Және біздің жүрегіміз таза болсын. Әмин. Сонымен бүгінгі эфирді қызықты етіп өткізгендеріңізге сіздерге үлкен алғыс білдіремін. Сіздің алатын асуларыңыз биік болады. Сіздің жететін жетістіктеріңіз өте үлкен болады. Сондықтан бүгінгі сіздердің жақсы болғандарыңыз, ертең сіздердің одан да керемет болатындарыңыздың бір көрінісі. Ал енді балалармен қоштасайық. Балалар, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.